Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз өте дәмді трайфл милка десертін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Трайфл милка десертінде крем пломбир болады. Ең әуелі сүтті жылытып аламыз. Енді жылыған сүтке қантты саламыз, ұнды саламыз, бір жұмыртқаның сарыуызын қосамыз. Міндетті түрде қыздар жүгері крахмалын пайдаланамыз. Одан кейін осындай венчиктің көмегімен араластыра отырып, біздің массамыз қою болғанша араластырамыз. Араластырып тұру өте маңызды, өйткені араластырмай қалсаңыз, кремде түйіршіктер пайда болуы мүмкін. Мінекей біздің креміміз осылай қоюланып, әдеміленіп түседі. Енді келесі кезекте осы қоюланған кремге мөлшерімен сары майды саламыз. Сары май менде 72% сары май. Одан кейін кез келген өзіңізге ұнайтын ақ шоколадтың тек қана жарты бөлігін қосамыз. Крем қоюланғаннан кейін астын өшіріп тастаймыз газдың. Одан кейін осылай ыстық кремде енді шоколад пен сары май ерігенше осылай барлығын араластырамыз. Тез суу үшін міндетті түрде бөлек ыдысқа құйып шығамыз. Одан кейін пакетке жауып бетін шамалы уақытқа суығанша алып қоямыз. Крем суығанша енді бисквитін әзірлейтін боламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылатып араластырамыз. Миксер болмаса еш нәрсе етпейді. Венчиктің көмегімен біздің қант пен жұмыртқаны жақсылап осылай езіп алатын боламыз. Қант пен жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін кез келген пайыздағы сүтті қосамыз. Сүтті бірден тоңазытқыштан алып қоса берсеңіз де болады. Одан кейін сұйық май. Сұйық майдың міндетті түрде иісі болмауы керек. Әйтпесе иісі болса, біздің бисквиттерде дәл сол иіс шығады. Одан кейін осылай барлығын араластырамыз. Какао мен ұнды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Енді келесі кезекте какаоны, ұнды саламыз. Және де жарты шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлителден қосамыз. Енді барлық массаны араластырамыз түйіршіктері кеткенше. Бізде қою масса пайда болады, еш нәрсе етпейді. Өйткені қазір біз массаны осылай барлығын араластырып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Одан кейін тағы да араластырып, осындай әдемі біркелкі масса жасаймыз. Пешімізді 180 градуста жаймендеп қыздырып бастаймыз. Табаға пергамент қағазын немесе майлаймыз. Одан кейін дайын болған бисквиттің құрамын құйып, 180 градуста 20-25 минуттай біздің шоколадты бисквитті пісіретін боламыз. Шоколадты бисквитіміз дайын болды. Осылай қолмен ұнтақтауға да ыңғайлы, өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай қолмен енді ұнтақтап аламыз. Енді дайын болған шоколадты массаны осылай 4 ыдысқа теңдей бөліп шығатын боламыз. Одан кейін пломбир кремін әзірлеп бастаймыз. Ол үшін мұздай 33% сливкеге 1-2 ас қасық сгущенканы қосып, барлығын араластырамыз. Сгущенка болмаса еш нәрсе етпейді. Сливкенің өзінде осылай араластырсаңыз болғаны. Қатты массаны қою қылмаймыз, сәл ғана осылай әдемі етіп қоюландырамыз. Мінекей креміміздің барлығын енді бір-бірімен қосып араластырамыз. Кейбір кезде асықсаңыз, осындай жасалатын кремді түнде жасап, трайфлды таңертеңгісін жинап алсаңыз да болады. Енді дәмі деген керемет, әсіресе осы креммен жасауға кеңес беремін. Тіпті бұл креммен, бұл рецептпен тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Мінекей барлығын осылай видеодағыдай араластырамыз.
4 тәрелкеге енді кремді теңдей етіп бөлеміз. Бірінші мен 3 ас қасықтан салып шықтым. Одан кейін қалғанын тағы да бір ас қасықтан салып, кремнің жан жағына жайып, тоңазытқышқа жарты сағат қалып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін бір Қазақстан плиточный шоколадына сәл ғана сливкиді қосып, су моншасында ертіп аламыз. Одан кейін шоколадты бетіне құямыз. Кремді не үшін қыздар жарты сағатқа салып қоямыз? Сол кезде бетіне шоколадты жаққанда бізге ыңғайлы болады. Яғни шоколадпен араласып кетпейді. Милка десертін әртүрлі етіп әсемдеуге болады. Мен осындай орехты септім және де бетіне шоколадты қойдым. Ореоны да қойсаңыздар болады, немесе құлпынайды да салуға болады. Қыздар, енді дәмі керемет болып шығады. Парақшама тіркелуді де ұмытпаймыз, өйткені аптасына 3 рет осындай әртүрлі рецепттерді назарларыңызға ұсынатын боламын. Ал қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.